Жырлап өтем көркемдігін даламның, ақындықты менен тартып алар кім. Маңғыстаудың маңғаздығын жаятын, мен боламын ақын қызы қаламның. Қаламымның құдіреті бойымда, өлең, шумақ әрқашанда ойымда. Жырым менің егізім мен құрдасым, ақындықты енді сен де мойында. Мен Рахматулла Гүлнұр Қалдыбекқызы, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынанмын. Қазіргі таңда Алматы қаласы номер 1 Алматы қазақ гуманитарлық педагогикалық колледжінің студентімін, қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі. Бұл мамандықты таңдауымның себебі қазақ тілі бұл біздің халқымыздың тілі және халықтың асыл мұрасы. Осыны болашақ ұрпаққа дәріптеп, келер ұрпаққа ұлықтау алдыма мақсат еттім. Және де мен осы жолда өзімді терең ойлы және де сөз байлығы, сөздік қорым мол ұстаз ретінде көремін, елестетемін. Қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі бұл менің бала кезгі арманым. Яғни осы мамандыққа түсуді мен 3 жылдан бері армандап келе жатырмын. Және де маған қазақ тілі әдебиеті пәнінен ұнайтыны ол қазақ тіліміз, яғни тілімізді жаңғыртқым келеді, болашақ ұрпаққа дәріптегім келеді. Және де әртүрлі әдеби кітаптарды оқығанды ұнатамын. Ең бірінші мен бұл колледжді таңдауымның себебі бұл колледж Алматы қаласында орналасқан, яғни мүмкіндіктерге толы қала деп білемін. Және де бұл колледжде маған сабақ процестері және де біздің колледжде өте жас мұғалімдер көп. Сол мұғалімдердің сабақ өтуі маған ұнайды. Алдағы уақытта мен осы қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі болғым келеді. Қазіргі таңда осы колледжде оқып жатырмын және болашақта мен осы өз мамандығым бойынша жұмыс жасайтын боламын. Және де мен ақын болғандықтан болашақта өзімнің өлеңдерімді, жыр жинағымды шығарып, танымал ақын болғым келеді. Бос уақытымда кітап оқығанды жақсы көремін. Айта кетсем, Дулат Исабековтың шығармаларын, Гаухар Тасбекет, Төлен Әбдіктің Оң қол, және де Оралхан Бөкейдің Қар қызы, одан бөлек Абай жолын да оқығанмын. Осы Алматы қаласына келгелі мен өзіме жақын достар және керемет орта тапқан болатынмын. Біз жарқын болашақ бағдарламасындағы студенттермен көптеген іс-шараларға қатысатын болғандықтан өте көп бірге жүреміз және өте көп шығамыз. Тауға, тағы да басқа жерлерге барамыз. Ал одан бөлек осы колледж аймағында жатақханада тұратын болғандықтан адал достар, адал құрбылар таптым. Осындай мүмкіндіктер сыйлағаны үшін Қазмұнайгаз және Самұрық-Қазына Трастқа алғысымды білдіремін.